Сәлем, достар, сәлем. Это China. Из China. Микрофон, птичка из China. В общем, я готов. Сегодня я бы хотел вам сказать про очень важную вещь, про ЕНТ. Про ЕНТ, который я прошел, я набрал 119 баллов, то есть 109 балл алған едім біздің бірінші нағыз жалпы екінші нағыз сәл төмендеу қалдым. Все равно мен өзімнің жолымда және де өзімнің путімді айтқым келіп жатыр. Тамақ пісіре берейін параллельно, өйткені жаман қармаш қалтақ пенен ғой салған. В общем, мен осы видеода мен сендерге қалай ЕНТ-ға дайындалдым, қалай мен жалпылама минустарымды қалай, қай жерден мен қателік жасадым, қай жерден мен жақсылық жасадым, сендерге айтатын кеңестерім болады. Өйткені мынау кеңестер жалпылама көп адамдар айтпайды. Өйткені санат шығар. Тоже, наверное, кто-то не знает. Я өз жолымда енді 2 жыл бойы ЕНТ дайындалдым. 140-пен, кстати. Сол кеңестерім сендерге пайда жасады деп өттім. Пока что. Жалпылама мен бірінші кеңесім болады сендерге. Бұл Здесь нормально. В общем, бірінші сендерге кеңесім айтқым келетін бұл жалпылама ерте бастау дайындықты. Өйткені өз басым ерте бастаған байланысты, соған байланысты нормально болып жинады. Кейбіреулер ойлайтын шығар, мен 11-ші сыныпта басталатын, значит мен кеш басталатын. Жоқ. Досым, сен 10-ші класстан 11-ші класстан бастасаң, бұл керемет нәтиже, потому что сен қазір августтен бастасаң, хоть қазір бастасаң, бұл керемет. Өйткені сен қазір ерте басталасың. Көптеген 11-ші сынып оқушылар, мен достарым басқада болсын, олар құттай кешірек бастады. То есть қыркүйекте болсын, октябрьде болсын. Соған байланысты олар сәл үлгермей қалды дайындыққа, поэтому олардың дайындықтары сәл кемді. Бірақ ол жүйелі дайындыққа байланысты, но все-таки ертерек бастасаң, все-таки өзіне де жақсы дегенде, ертерек бастап, ертерек тақырыпта жауап тастайсың. 10-ші сынып пен 9-ші сынып болса, бұл вообще идеальный же. Өйткені сен 10-ші сыныпта релакспен дайындаласың. Потому что сен ұбытын тиіп тұрған жоқ артынан, сен 9-ші сынып болсын, вообще андай бір пәнді аласың, дайындай бересің. 10-ші сынып болсын, саған совет беретін, наверное, бір таңдау пәнді, то есть, возможно, химия и, наверное, тарих ұсынай алатын. А если сен хочешь дайындықты бастан келсе, как я, то есть мен биология мен химия бастап кеткенмін бірге, соған байланысты мен дайындықтың жақсырақ кетті. То есть базовый пәндерін жоғары көтеріп алдым. Сан совет беретінін өз басым оған келіспеймін, өйткені мен химияны алып, содан кейін или же биология мен тарихты алып, или же химия мен биология, тарих, неважно, екеуін бірін алып, 5 ай оқып, содан кейін тағы соңғысын қиналмай оқып шығу бір пәнді, мысалы биология болсын, или химия болсын, қиналмай өзің оқып шығасың. Оңай пәнді емес, қиындау пәнді алып, сонымен дайындау. Соның арқасында сен 3 пәнді дайындап аласың. Өз басым мен бүйттім. Биология мен химияны 5 смарт бітіріп, содан кейін мен ары қарай екінші дайындықты, то есть 5 ай біткеннен кейін мен биология, химия плюс тарих үшеуін оқыдым. Соған байланысты сәл поднял уровень химии и биологии. А тарих особо не смог, потому что фокус қоя алмадым 3 пәнге 10 сыныпта. Тем более көптеген заттар болды, поэтому қиналып қалдым. Енді совет берсем, келесі 11-ші сыныптарға, 9-ші сыныпқа бір пән алып алып, и все. Бір пәнді 5 ай оқып, 5 ай оқығаннан кейін фокус дұрыстап қойып алып, дұрыстап түсініп ал, и все. Все? Басқаша қиналма. 10-ші сыныпқа қайтып бастағанда, оған дейін қайталап отыр, 10-ші сыныпқа дейін. И все. Прям оны бастасам, прям это респект, потому что мен тоже 9-ші сыныпта бастадым, бірақ та бір ай оқыдым. Енді келесі, наверное, сен естіген шығарсың уже, бұл екінші совет, пробный жүйе тапсыру. Өйткені мен пробный тапсыру арқылы 11-ші сыныптарға это более совет бар, и 10-ші сыныптар тоже совет. Құлаққа алтын сырға, жалпылама, мен 11-ші сыныпта көбінесе пробныйда андай көрдім ше, просто өзім білім тексеру. Күйіп кеткен жоқ па? Сәл күйіп кетті. Мен 11-ші сыныпта жалпылама мен ЕНТ-ні именно пробный тапсыруды, типа өзімнің білімін тексеру, қанша балл аламын, и все. И қатемен жұмыс особо вообще жасаған жоқпын ше. Мысалы тақырып өтсем, и все, қатемен жұмыс особо жасаған жоқпын. Это была моя главная ошибка. То есть мен ошибканың бірі, сол қатемен жұмысты дұрыс жасап білмедім. Қатемен жұмыс саған жоғары балл беретін жалпылама заттардың бірі. Өйткені сен қатемен жұмыс кезінде сен өзінің қиын жақтарынан, то есть слабый жақтарын біліп аласың. Мысалы мен ең соңында, прикиньте, бір айға қалғанда ЕНТ-ға и содан бастадым қатемен жұмыс жасауды. А это самая глупая вещь. То есть не самая глупая вещь. Молодец, что начал, но в принципе надо было давно начать. Мен ОБТ-ға бір айға қалғанда бастадым. И то прогресс сол кезде өсіп нәрсе. Сол достар. Поэтому сендер, в принципе, дайындықты бастаған кезде ойындамаңдар, қорықпаңдар.
ұбытты промны тапсыра беруге. Промны тапсырыңдар, қате болма, ойбай, болды, жауап тапсырмаңдар, оның қатемен жұмыс жазып алыңдар, жазып алғаннан кейін бәрі қақсайды достар. Бірақ реально это работает, реально, я вам скажу, это работает. Содан кейін қатемен жұмыс жасаңдар, сол тақырыпқа байланысты оның тақырыптарды қайта оқыңдар. Все, это cute. Это очень помогает вам поднять именно уровень биологии, химии болсын, басқа да пәндер болсын, любой инжиш, то есть отвечаю. Және де келесі совет номер 3. Бұл жалпылама сіздерге конспект жазбау. Это мой главный минус. 10 сыныпта мен конспект жаздым. Сол кезде енді дайын мынандайлар болған жоқ. 140-та сол кезде дайын болды. Жұмыс дәптері сондай бар еді ғой, ұмытып уже жұмыс дәптер, сондай дәптерлер болған жоқ. Соған байланысты мен конспектті қолмен жаздым. Это была моя большая ошибка, потому что биологиядан көптеген конспект жазылып, мен оларды қайталамадым. Но бара жоқ 11 мен 10 сыныпта конспект жазуға, өйткені оларды андайша қиын тартып алған сол жаттайсың ба, иә? Но мен совет беретін, если саған удобно болса конспект жазуда, жаз. А если саған неудобно болса конспект жазу, жазбақ қой. Өйткені мен конспект жазып конспект оны оқыған жоқпын, дайындалған жоқ, паран жоқ. И мой басқа тақырыптар емес, тарихқа мысалы, иә, тарих конспект жазбадым, и оны оқыдым. Соған байланысты тарихты жақсы көтердім. А биологиядан сәл уақыттың бәрін жеп қойдым. Конспект жазу. Өйткені бір аптаға саған 11-12 видео салып береді, и соны үлгерем дейінше сен просто так не успеешь. Поэтому одан сол тақырыпты түсініп алу, біріншіден, екіншіден оны қорытып алу, одан кейін оны жаттап алу. Это идеально. Совет беретін себе и басқа біреуге түсіндірген абзал. Сосын төртінші совет бұл, если сен есепті жақсы шығара бастадың, да, мен химиядан, допустим, есепті жақсы шығарадым, это хоть математика, физика бәріне байланысты, жақсы есеп шығара бастадың, и сол қате жақсы есеп шығара бастадың, и сен уже өзіне сеніп кетесің. Ой, мен главный крутоймын, мен есеп шығарып, прям шешем любой. Сен қанша да қиын есептер, оңай есептер шығара бер, иә? Мысалы, оңай есептер спокойно шешіп да, и сол есептерді сен шеше бергеннен сен пайда болмайды. То есть сен не становишься сильнее, когда учишь слабый есептерді шеше берсең. Сен мықтырақ болмайсың дегенде ғой. Сен наоборот с деңгейлі есептерді шеше берген сайын сен мықтырақ боласың. То есть өзіңе қиынырақ есептерді. Мысалы, сен А деңгеймен Б деңгей есептер шыждасың, но бірақ та С деңгейге тоқтатпасын. Енді сен қараш, В деңгей мен С деңгейлеріне, А деңгейлеріне сен внимание аударғаннан гөрі С деңгейге внимание аударған абзал, иә? Конкретно да, вот так. А если сен екеуіне де слабый болсаң, екеуіне де оқуың керек болады, да? В деңгей, С деңгей бәрін оқуың керек болады. Енді келесі советім. То есть давайте осы жерде советтер емес, менің минустарым, иә? Параллельно. Мана конспекттерім болды минусым, екіншісі минусым бұл менің қалай айтуға анда-санда 10 сыныпты мен қатты дайындалып қойдым, соған байланысты мен 11 сыныпта демалам дегендей логика. Или 10 сыныпта мен слабый дайындалатым, то есть чилмен дайындалам, 11 сыныпта мен немного қиналып дайындалам деген ой болды. Өйткені маған бір адам айтқан еді, осындай, типа, сен дайындалсай сөйтіп, сен қиналмай оқысай 10 сыныпта, вообще андай тақырыптарды оқы, түсініп ал и все. Ал оның орнына мен посоветовал бы, сол конспекттерден көрі, конспектке внимание аударғаннан көрі, берете, тақырыптарды дұрыстап түсініп аласыңдар, соны түсініп алғаннан кейін сендер оны қорытып алу үшін, жаттап алу үшін осылардың уақытын конспекттен көрі сөйтіп жаттап алыңдар. Түсініп алыңдар, жаттап алыңдар. И ары қарай оны қайталаңдар. Достар, қайталау бұл білімнің анасы дейінші, это очень круто. Такое крутое слово. Поэтому қайтала беріңдер. Мен тамақ пісіріп отырмын параллельно, тамағым пісіп деп отыр. Мен өзім көп тамақ ішпеймін. Көп тамақ ішемін әрине. Но бірақ та что-то тамағын ұсқыны өте біртүрлі, андай жеген келмей қалды ма. В общем, солай тез пісіріп тастағым келеді, и бір параллельно видео түсіріп тастағым келеді. Параллельно екеуін жасап. Енді осы видеоны тез монтаждаймын, и керемет болады деп үміттемін. Иә, айтпақшы мен 3 видео тұрып қойдым, 3 видеоны да монтаждаған жоқ. Керемет асылған. Просто мен ағылшын үйреніп жатырмын, параллельно мен бастайын деп жатырмын. И, кстати, достар, в ближайшее время мен бесплатный марафон жасаймын. Бесплатный марафон, да, возможно, бесплатно, возможно, нет, я то еще не решил, потому что биология, да, у меня хорошая база, и по химии, по идее, хорошая база. И сендер бұйырса августе, возможно, жүзірік шақты, басқа да education болсын, бионлайн болсын, басқа да болсын, сендер биохимиядан бастайсыңдар, иә? Немесе междунайный химия болсын, да? Солардың августе, не сентябрьда басталады как раз сендер сабақтарын, и сол кезге дейін өздерің базаны дайындау үшін сендер можете со мной подготовиться к этим курсам. То есть өздерінің базаларын дайындап, то есть адаптация оңайырақ сыну үшін осылар жасалады. Өйткені 10 сынып, 11 сынып аралығында чуть-чуть адаптация қиын болды. Поэтому, достар,
адаптация оңай болу үшін десеңіздер, менің курсыма тіркеліңдер деймін, бірақ ойын анда сен марафон тіркеле салыңдар, марафон особо қиын болмайды, анда қымбат та болмайды, сендерге барынша комьюнити болып отырсамыз, түсіндіруге тырысамыз. Мен жалпы марафондар өткізген едім 11 сыныпта, и өте қиын болған еді, шын айтайыншы, өйткені ұбт дайындалып жүріп, қытай фокус шашырап кетті, но все равно сендерге посоветовал бы со мной марафон сделать, да. Потому что у меня химиядан базалар бар, как раз өзім жасаған авторский базаларым, и базаларым по биологии, квиздер бар тоже өзім жасаған, и химиядан тоже бұйырса жасаймын, квиздер жасаған жоқпын до конца, но сол бұйырса сендермен бірге видеосуақ жасаймын, сол. Еще мен MacBook алдым, как раз сендермен еще микрофоным бар, и как раз екі светім бар, сендермен күшті видео түсіреміз. Видео түсіреміз деп ма? Сау оқыңыз. Давайте, достар, мен тамағым пісті, қазір видео көштемін. Достар, және де ұбт бұл жай ғана тест, главное ойыңдамаңдар. Өйткені ұбт сен өмірін шешпейді, әрі де сен өміріңді ешқандай бағытталмайды. То есть сен қай оқуға орынға грантқа түсесің, қай оқуға түспейсің дейтін мағына. Еще андай сен өмірің қаншалықты қалындай болатынын оны шешпейді, окей? Және де ұбт қаншалықты өзгерсе де, то есть оны қаншалықты айтады да, ойбай мынау орысша өзгереді, мынау ағылшынша өзгереді дейтін өзгере берсін. Главное сен тырыссаң, главное сен барынша жасасаң, осы хотя бы өзің тырыссаң, иә, бағанағы көптеген советтерін байланысты, иә, сен сол жақсы балл алып грантқа түсесің, ойындама. Және де мен телеграм мен инстаграмға тіркеліңдер, ол жерде мен күн сайын видео түсіруге тырысамын. Медицина жайлы, кстати, көбінесе мен телеграмым болады, еще медиктерға, будущий биохимиктерға, и в принципе биохимик болмасын, мен өмірім жайлы қараңыздар, телеграм, инстаграм. Кеттік.